дивиденд түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Келесі енді депозит, депозит. Яғни депозит дегенде мысалға көбіне біз әр банктерге депозитке ақша салу арқылы өзімізге ақша жинаймыз. Депозит шотын ашамыз. Бізде Қазақстанда жылдық мөлшерлеме годовой процент бізде годовая ставка бізде қателеспесем 17,5% болу керек. Егер қателеспесем банктерде, ол теңгемен егер ақша жинайтын болсаңыз. Мысалы, былтырғы жылы бізде теңгеде инфляция 21% болды. 23% ба, ұмытып тұрмын. Интернеттен көріңіздер, инфляция 23% болды деп есептейтін болсақ, яғни сіз депозитке мысалға 16% депозитке ақша салсаңыз, егер инфляция 23% болатын болса, сіз бәрібірде 7%-ға ұтыласыз. Депозитке ақшаңыз депозитте 16%-ға көтерілгенмен, сізде теңге инфляция 23%-ға теңге құлдырады. Сіз бәрібірде 7%-ға ұтыласыз, депозитке ақша сақтасаңыз, ол теңгемен. Ал енді доллармен салатын болсаңыз, ол жерде 1%, максимум 1%-мен үстіне бір жылда ақша қосылады. Енді қараңыздар, шетелде бізде жаңа акция, облигация деген нәрсені депозит ретінде қолданады көбіне. Яғни сіз депозитке ақша салмайды олар. Сол жаңа біз айтқанымыздай еңбек ақысын 20%-ын, 30%-ын немесе қандай да бір бөлігін акция сатып алу арқылы депозит ретінде қолданады. Көбіне шетелдік компаниялар неге банкрот болмайды, неге құлдырамайды? Себебі ол жақта акционерлер көп, яғни акциямен айналысатын адамдар көп. Мысалға 100 адамның жобамен 90 адамы, бізде ол жақта шетелде акция сатып алумен айналысады. Олар акционер. Яғни мысалға сіз бір компаниядан акция сатып алдыңыз деген сөз, ол компанияның бюджетіне ақша түсті деген сөз. Яғни сіз сатып аласыз, мысалға 100 штук акцияны мысал ретінде $1000-ға сатып алсаңыз бір компаниядан, яғни ол компанияның бюджетіне $1000 пайда түсті. Яғни экономикасы көтеріледі. Яғни мысалға мынандай болады, бір компания енді құлдырап келе жатып, акциялардың бағасы түсіп жатса, шетелде мысалға 100 адамның 90 адамы мысалға сатып алады ол компания акцияларын, яғни төмендеп жатыр деп. Төмен кезде арзандағанда сатып алады, қымбаттан сатамыз деген сияқты. Яғни мысалы 90 адам сатып алатын болса акцияларын, ол компанияның бюджетіне ақша түседі. Уже компания не істейді? Ары қарай сол банкротстводан, тығырықтан шығудың амалын іздейді. Ары қарай дамудың амалдарын іздейді. Сол себепті де көбіне компаниялар оңайлықпен банкротқа ұшырамайды шетелде. Енді банкрот болып жатқан кезде акцияларының бағасы түседі, сол кезде көптеген акционерлер сатып алады арзан кезінде. И сол кезде компания ары қарай тағы да еңсесін көтереді деген сөз. Яғни көбіне шетелде акционерлер жаңағындай еңбек ақыларының, жалақыларының белгілі бір мөлшерін акция сатып алу арқылы депозит ретінде қолданып, кейін зейнетке шыққан кезде акцияларын сатып өздері жинаған ақшаларын жарата береді. Мүмкін шетелдерге саяхаттайды деген сияқты, неше түрлі, немесе денсаулықтарына құяды деген сияқты. Яғни шетелде депозит ретінде қолданады акция, облигация деген нәрселерді. Енді биржа, акция, облигация деген түсінікті ғой. Енді бұлардың пайдасын бір мысал ретінде айтайық. Мысалға мен ютубта бір сұхбат көрдім, атын ұмытып тұрмын ол видеоның. Сол жерде мысал айтқан, Қазақстанның бір жерінде, қателеспесем солтүстік аймақта бір мыс өндіретін компания болған, мыспен айналысатын. Бірақ ол компания көбіне тоқтап тұрған, жұмыс істемей. Не үшін? Себебі оған арнайы здание керек, ол компанияға неше түрлі құрал жабдықтар керек, оборудованиелер, мысалы аппарат, станок деген сияқты.
бірақ оған ақша керек. Ол компанияның иесі не істеген, барып банктен кредит алайын десе, оған үлкен суммада ондай кредит бермейді. Мысал ретінде, оған көп ақша қаражат керек, үлкен компания, үлкен завод, өндіріс сияқты салып, оған неше түрлі оборудование алады, енді бастапқыға жүптер ақша керек. Ондай ақшаны таба алмаған. Сосын не істеген, осындай биржамен, акциялармен айналысатын адамдар тауып, ол адамдар ол компанияның иесіне ұсыныс тастаған. Сіздің компанияңыздың акцияларын жарыққа шығарайық, акция ретінде. Сіз сол жерден біздің өзіміздің таныс акционерлеріміз бар, сол кісілерге ұсыныс тастап көреміз. Сіз өзіңізге керекті ақшаны барлығын жинай алмасаңыз да, белгілі бір мөлшер жинап қалуыңыз мүмкін деген сияқты ұсыныс тастайды. Жарайды деп келісіп, қателеспесем ең алғашында акциялар жарыққа шыққан кезде 15 000 теңгеден болған. Және де қателеспесем, ютубтан тауып алып көрсеңіздер болады, бір жылдың ішінде 32 000 теңгеге дейін көтерілген акциялардың бағасы. Яғни бұл жерде акция, биржа дегеннің пайдасы не? Біріншіден, бізде сол солтүстік аймақта жердің астында құр жатқан мыс игерілді. Игерілмей жатқан шикізат игерілді. Екіншіден, сол аймақта жұмыс орындары пайда болды. Көп адамдарға, жұмысшы алады ғой компаниясына. Үшіншіден, мемлекетке салық төлейтін компания пайда болды. Мемлекетке салық төлейді. Мемлекет бюджетке түседі, мемлекеттің экономикасы сәл болсын көтеріледі деген сөз. Ол теңгеге де пайдалы, инфляция болмайды теңгеде көбіне, ұлттық валютамызда. Төртіншіден, жаңағы сол компанияның иесі жақсы табыс тапты. Яғни компанияның иесі де риза. Бесіншіден, жаңағы сол акцияны сатып алған акционерлер де риза. Неге? Себебі жаңа айттық, бір жыл бұрын 15 000 теңгеден болған, бір жылдың ішінде 32 000 теңгеге дейін көтерілген, яғни 17 000 теңге қосылған, әр акциясының бағасына үстіне. Яғни сол сияқты өзінің пайдалары бар. Жалпы сіздерге акция, облигация, инвестиция, трейдинг, депозит, дивиденд деген ұғымдар түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Жалпы акцияға, облигацияға қатысты көптеген тағы да сабақтар болады. Және де еске сала кетейік, бізде қазір онлайн сабақтар жүріп жатыр. Бухгалтерлік есеп, яғни бухгалтерский учет, қысқаша бухучет дейді. Және де 1С программасы бар, бухгалтерия жүргізетін. Сол программа жайында жақсы курстарымыз жүріп жатыр. Өте ыңғайлы бағада, арзан бағада курсқа тіркеліп үлгеріңіздер. Және де курс біткен соң, курсқа тіркеліп болған соң, бір айдың ішінде біз сертификат береміз. Ол франчайзинг сертификат, яғни франчайзинг деген ол лицензионный, аттестованный компания екенін білдіреді. Яғни біздің осы бухгалтерия саласында жұмыс жасауға, сопровождение жасауға, обслуживание жасауға, 1С программасын установить етуге, оны обновление жасап отыруға, және де осы бухгалтерия саласында обучение жасауға, оқытуға рұқсатымыз бар деген сөз. Яғни сіздің сертификатыңыз франчайзи болатын болса, сізді кез келген мекеме қабылдайды. Жарамды деген сөз сертификатыңыз. Яғни акция, облигациялардан бөлек алдағы уақытта сол бухгалтерия саласы бойынша бухгалтерлік есеп, 1С программасы немесе салық есептері туралы курстар бар. Білім алам десеңіздер, хабарласыңыздар. Сол жерде видеолардың астына номеріміз қалдырып кетеміз, WhatsApp номерімізді. Немесе тағы да экономика, қаржы салаларына қатысты көптеген мәлімет алам десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Арзан бағада курстарымыз жүріп жатыр, жеңілдікке үлгеріңіздер. Және де айта кететін жайт, алдағы уақытта кадр делопроизводства дейді, кадрлық іс жүргізу саласында да сол бойынша 1С зуб деген программа бар, сол сала бойынша да көптеген курстарымыз жарық шығады. Бізбен бірге болыңыздар, алдағы уақытта бізбен бірге дамыңыздар, білім алыңыздар. Алдағы уақытта бірге дамиық, бірге көтерілейік.